Қайырлы күн баршаңызға. Демалыс күніміз сәтті өтсін. Бәрі ұйықтап жатыр. Кашаларын дайындап қояйын деп. Тұрған кезде суып жіберетін қып. Күшті рисовый каша. Бізден бұрын барып қойыпты ғой. Папамыз келді жұмыстан. Сразу телефон дей ма? Ей, сен бізден бұрын барып қойдың ғой? А? Деген бақытты жанмын мен десем. Демалыс күнімізді керемет баняда өткізейік деп жатырым. Что-то әлі түспей жатыр машинадан. Кереметке алғаш келуім. Қызғаншақ подружкам келатыр мен. Қызғаншақ. Деген үлкен баня. Күшті демалыста жүрміз. Баняның ішінде тамақ ішіп отқанский. Көксі ішінде. Лимон шайымыз бар. Ақпайды дейма? Ағызамасаң ақпайды. Тәттіміз бар ана жерде. Ашсайшы. Шоколадымыз бар. Тәтті шай болайын деп тұр. Ашы тамақ. Тәтті шай. Тап-таза болып қалды ғой. Прям тап-таза. Свежий. Қолым ағарып қалды. Прям күшті екен. Бәрі ұнады. Керемет демалыс болды, я? Байымызға рахмет, я? Привет! Привет! Привет, балам! Папа не седі, қарады ма сендерді? Папа тамақ сен. Ох ты! Сен бала қарап атсың ба, ұйықтап атсың ба? Еркежан қайда? Еркежан тамақ істеп берді ма не сендерге? Молодец. Молодец. О, үйдің шайы бөлек қой шіркін.
Да? Ас болсын Айша. Айтпақшы, кеше ұмытып кетіппін ғой. Айшоны 8 наурызға сыйлаған қолөнерден жасалған открыткасы. Так, ішіне менің қамқоршы, ақылшым, көңілімнің қуанышы, сезімімнің жыр ағысы, аяулы анам. 8 наурыз мерекеңіз құтты болсын. Мейрамыңызбен анашым дейді. Жаным менің. Рахмет. Апайларына рахмет. Осындай ғып көңіл білдіріп, осылай жасағандарына. Өте әдемі. Так, кешкі асқа гречка. Десерт дайын. Папа тамақ ішеміз іш? Бар жүгір. Ço, dәмді? Дәмді ма Айша? Расыл дәмді ма? Не болды? Бәрін үнсіз қалыпсыңдар. Мама, Ау. это